Видеоларыңызды бастағанда адамдардың видеодан бірден шығып кетуіне себеп болатын мына қателіктерді жасап жүруіңіз мүмкін. Мысалы, YouTube каналыңызға кіргенде осындай графикті көрсеңіз, үлкен ықтималдықпен осы қателіктердің кем дегенде біреуін жасап жүрсіз деген сөз. Бірақ уайымдамаңыз, біз бұның қайталанбауына көмектесеміз. Ең алдымен көрермен видеоңызға кірген сәттен бастап әрбір секунд маңызды. Әсіресе алғашқы 5 секунд пен алғашқы 30 секунд видеодағы ең маңызды уақыт болып саналады. Мысалы, бұл видеода мен сіздерге мынаны көрсетемін. Немесе, сәлем достар, біз бүгін мына тақырып туралы сөйлесеміз деген сияқты сөздермен уақыт жоғалтпаңыз. Мұндағы мәселе мынада. Бір адам сіздің видеоңызға алғаш кірген кезде, мен дұрыс видеоны аштым ба деп ойланып отырып кіреді. Ал сіз оның қызықтырмайтын нәрселерін айтып, оның уақытын аласыз. Көрермен мұны кешірмейді. Өйткені көрермен бәрінен маңызды. Тіпті алгоритмнен де маңызды. Мұны мысалмен түсіндіріп көрейік. Мысалы, сізде аспаздық канал бар делік, видеоны былай бастайсыз. Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге дәмдірек кекс жасаудың жолын көрсетемін. Мұндай бастау жақсы сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ егер видеоларыңыздың ұзақ қаралғанын қаласаңыз, оны былай өзгерткен дұрыс. Сіз әлде қайда дәмді кекстер жасай аласыз. Бірақ үлкен ықтималдықпен пештің баптауларын қате қолданып жүрсіз. Қазір мен сізге дұрысын көрсетемін. Немесе білім беру каналы бар деп елестетейік. Мысал ретінде білім беру арнасын көрсеткім келеді. Қазір енді мына жерге көрсетпей қояйын аккаунтын. Бір арна бар, білім туралы салады, яғни бағдарламалау тілін салады. 1200-ден астам видео жүктеген. Яғни активный бір канал. 52 мың ғана оқырманы бар. Сабақтарын өте жақсы түсіндіреді. Бірақ ол YouTube сияқты түсірмейді. Яғни YouTube видеосы сияқты түсірмейді. Ол тек курс сияқты түсіреді. Бұл арна 13 жылдан бері жұмыс істеп келеді және тұрақты түрде контент шығарады. Бірақ жазылушылар саны әлде қайда жоғары болуы мүмкін еді. Кейбіреулер бұл итак тар бағыттағы контент қой, тар бағыттағы канал ғой деуі мүмкін. Жоқ, ол одан әлде қайда көп қаралатын бағдарламалау арналары бар. Яғни бағдарламалау тілдерін одан да көп қарайтын каналдар бар. Тіпті олардың кейбірі мына мен айтып жатқан YouTube канал сияқты мықты маман емес. Өйткені YouTube алгоритмі басқаша жұмыс істейді. Арнаның танымал видеоларына қарасам, кейбір видеолары 200 мыңнан астам қаралым жинаған, кейбіреуі 150 мың қаралым алған. Бұл көрсеткіштер осы арна үшін жақсы нәтиже. Бірақ егер ол жоғарыда айтқан тәсілдерді қолданғанда, арнасы әлде қайда үлкен деңгейге жетуі мүмкін еді. Ол бұдан әлде қайда көп қаралымға лайық. Әрине, ұстаздың басқа табыс көздері болуы мүмкін, тек YouTube-тан емес. Бірақ YouTube жағынан үлкен жарнамалық табыс туралы айту қиын. Тек алғашқы 30 секундты дұрыс өңдесе, басқа видеоларын өзгертпей алғашқы 30 секундын ғана өңдесе, видеоларының қаралымы 2-3 есе артуы әбден мүмкін еді. Тағы бір мысал тақырыпты бекітіп алайық. Айталық, сізде ойын каналы бар. Нашар мысал. Сәлем достар, мен Мұртаза, бүгін сіздермен PUBG Mobile ойнаймыз. Өте қызықты ойын болады. Мұндай бастаманы жасамаңыз. Бұл көрерменге тек ойын ойнайтыныңызды айтып, басқа ештеңе ұсынбайды. Оның орнына былай бастаңыз. Мен PUBG Mobile ойынында оқ атпай-ақ бірінші орын ала аламын ба? Қазір мүмкін емес сияқты тактиканы көрсетедім сіздерге. Әрине, ойынды жақсы білмегендіктен, мысалы, дәл болмауы мүмкін, бірақ негізгі идея түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Айтқаныңыз қызығушылық тудыруы қажет. Мұнда мен тек қандай ойын ойнайтынымды айтып тұрған жоқпын. Сонымен қатар белгілі бір мақсат пен сынақ қосып отырмын. Бұл видеоны бірден қызықтырақ етеді. Яғни, мәселе біз ойын ойнаймыз деуде емес, мәселе біз ойынды ойнаймыз және өте нақты бір мақсатқа жетуге тырысамыз. Оның орындалатынын немесе орындалмайтынын бірге көреміз деуде. Бұл видеоны бірден тартымды етеді. Мұндағы негізгі қағида көрермен видеоға кірген сәтте оның назарын ұстап қалу. Оған бұл видеода өз үшін маңызды нәрсе бар екенін көрсету. Сондықтан көрерменге қажет нәрсені мүмкіндігінше тез беруіміз керек. Видео бастауға қатысты тағы бір маңызды нәрсе бар, ол тақырып пен обложка. Видеоның атауы мен обложка. Тақырып пен обложка көрерменде қандай күту қалыптастыратынын ойлау керек. Видеоны YouTube-қа жүктемес бұрын өзіңізге мына сұрақты қойыңыз. Адамдар менің обложкам мен тақырыбымды көргенде менен не күтеді? Менің видеома кірген адам алғашқы 30 секундта нені естуді күтеді? Қандай жауап шықса да, сол нәрсені алғашқы 30 секундта беріңіз. Бұл сіздің атыңыз емес, бұл сіздің слоганыңыз емес, бұл сіздің қаншалықты мықты маман екеніңіз де емес. Көрермен үшін маңызды нәрсе естігісі және көргісі келетін нәрсе. Сіз оны неғұрлым тез берсеңіз, көрерменді соғұрлым ұзақ ұстай аласыз. Обложка мен тақырыпта неғұрлым шеткі, ерекше қызығушылық тудыратын нұсқаларды қолдансаңыз, соғұрлым адам көп басады. Бірақ бұл жерде өте маңызды бір нәрсе бар. Көрерменге берген уәдеңізді орындау керек. Мысалы, екі тақырыпты салыстырайық. Бірінші тақырып Түркістандағы орындарды араладым. Екінші тақырып Түркістандағы ең арзан орындарды араладым. Қайсысына көбірек адам басады деп ойлайсыз?
Әрине екіншісіне. Өйткені ең арзан деген сөз арқылы тақырыпты шеткі нүктеге апарып тастады. Бұл жерде нақты қызығушылық пайда болды. Бірақ мәселе тек басқызуда емес. Егер тақырыпта Түркістандағы ең арзан орындар деп жазсаңыз, видеода шынымен сол орындарды көрсетуіңіз керек. Әсіресе видеоның басында, өйткені дәл сол нәрсені көру үшін адам басып отыр. Егер күткен нәрсесін таппаса не болады? Ол шығып кетеді. Бір ғана рет емес, кейінгі видеоларыңызға да сенімсіздікпен қарай бастайды. Ал YouTube'да сенім өте маңызды нәрсе. Тағы бір мысал қарайық. Видео монтаж жасайтындарға арналған керемет тәсілдер. Жаман емес сияқты көрінеді, бірақ мына тақырыпты қараңыз. Осы монтаж тәсілдерін білмесең, бұл жұмысты істемей-ақ қой. Қайсысына басу ықтималдығы жоғары? Әрине екіншісіне. Біріншісі қауіпсіз, екіншісі қызықтырақ. Бірақ тағы да қайталаймын. Егер осындай тақырып қолдансаңыз, видеода шынымен монтаж жасаушыларға пайдалы болатын әдістерді көрсетуіңіз керек. Келесі маңызды тақырыпқа көшейік. Көп адам оқырман жинағысы келеді, лайк жинағысы келеді. Мен де қалаймын. Сіз де қалайсыз. Бірақ көптеген адамдар үлкен қателік жібереді. Видео басталған бойда арнаға жазылыңыздар, лайк басып кетіңіздер деп айта бастайды. Бұлай жасау керек емес. Неге? Өйткені көрермен әлі сізді танымайды. Ол сіздің видеоны ұнататынын да білмейді, пайдалы екенін де білмейді. Ал сіз одан бірден бір нәрсе сұрап жатырсыз. Алдымен құндылық беріңіз, алдымен пайда көрсетіңіз. Содан кейін ғана егер пайдалы болса, арнаға жазылыңыз деуге болады. Өйткені адамның жазылу үшін себеп керек, себеп болуы керек. Бұл өмірде кез келген нәрсе қарым-қатынас сияқты. Бір адаммен жаңа танысып жатып, маған сен деп айта алмайсың ғой. Алдымен сенім қалыптаса, содан кейін әрекет келеді. YouTube'да да дәл солай. Енді бір сұрақ туындауы мүмкін. Мен бетімді көрсетпеймін. Мен тарих туралы видео жасаймын. Мен әңгіме айтамын. Менің форматым басқа. Ондай каналдар не істеу керек? Жауап қарапайым. Сізде де алғашқы секундтарда әсерлі нәрсе айтуыңыз керек. Бірақ ол сіздің тарихыңызбен байланысты болуы тиіс. Мысалы, тарих арнасы болса, бұл адам бір ғана шешімі арқылы бүтін бір мемлекеттің тағдырын өзгертті. Немесе бұл оқиға болмаса, бүгінгі әлем мүлде басқа болуы мүмкін еді. Міне осындай сөйлемдер көрерменді оқиғаның ішіне тартады. Тікелей. Бүгін біз 13-ші ғасырдағы мына тақырыпты қарастырамыз дегеннен әлдеқайда күшті. Мұндағы мақсат пайданы бірден айтып тастау емес, көрерменнің ішінде қызығушылық ояту. Оны оқиғаның ішіне енгізу. Қандай контент түсірсеңіз де негізгі қағида өзгермейді. Бір адам видеоға кірген кезде бәрі сол адам туралы болуы керек. Сіз туралы емес, сіздің тәжірибеңіз туралы емес, сіздің арнаңыз туралы емес, көрермен туралы. Өйткені сіз оның назарын алуға тырысып жатырсыз. Егер осыны жасай алсаңыз, видеоларыңызды әлдеқайда ұзақ қарата аласыз. Сіз камера алдында сөйлеп тұрсаңыз да, білім беріп тұрсаңыз да, ойын ойнап тұрсаңыз да, блог түсіріп жүрсеңіз де, балық аулап отырсаңыз да айырмашылық жоқ. Видеоның басында қажетсіз ақпараттарды алып тастаңыз. Көрерменге қызық болатын нәрсені мүмкіндігінше ертерек беріңіз. Видеоны монтаждағанда ең көп уақытты алғашқы 5 секунд пен алғашқы 30 секундқа бөліңіз. Сонда қаралымның қалай өзгере бастағанын өзіңіз көресіз. Және бұл нәтиже бірнеше айдан кейін емес, көп жағдайда келесі видеолардың өзінде ақ байқалады. Соңында бір нәрсені ұмытпаңыз, егер YouTube'да жаңадан бастасаңыз, немесе видеоларыңыз күткендей нәтиже бермей жатса, бірден көңіліңіз түспесін. YouTube сізді әлі тест жасап жатқан болуы мүмкін. Әсіресе жаңа каналдарда бұл жиі кездеседі. Сол себепті бір ғана видеоға қарап қорытынды жасамаңыз. Бірақ алғашқы 30 секундты жақсарту қазірден бастап жасай алатын ең тиімді әрекеттердің бірі. Өйткені кейде бүкіл видеоның тағдырын алғашқы жарты минут шешеді. Бүгінгі видеодан бір ғана нәрсе алып кетсең де жеткілікті. Көп адам YouTube'да алгоритмді зерттейді, CTR-ды зерттейді, SEO-ны зерттейді, тегтерді зерттейді, монетизацияны зерттейді. Бірақ видеоны қалай бастау керек екенін зерттемейді. Ал шын мәнінде кейде бүкіл проблема дәл осы жерде болады. Өзің ойлап көр, әлемдегі ең дәмді тағамды дайындауға болады, бірақ адам бірінші қасықтан кейін кетіп қалса, оның қаншалықты дәмді екенін ол ешқашан білмейді. Видеода да дәл солай. Контенттің өте мықты болуы мүмкін, ақпаратың өте пайдалы болуы мүмкін, бірақ адам алғашқы секундтарда шығып кетсе, ол ешқашан оны көрмейді. Сол үшін келесі видеоңды түсіргенде өзіңе мына сұрақты қой. Егер мен көрермен болсам, осы видеода қалуға себеп бар ма? Бірінші 5 секундта бар ма? Бірінші 10 секундта бар ма? Бірінші 30 секундта бар ма? Егер жоқ болса, сол жерді қайтадан түсір, қайтадан жаз, қайтадан монтажда. Өйткені кейде бүкіл видеоны емес, тек алғашқы жарты минутты өзгерту жеткілікті болады. Және тағы бір нәрсе, көп адам менің контентім жақсы дейді. Бірақ YouTube'да маңызды сұрақ бұл емес. Маңызды сұрақ көрермен менің контентімнің жақсы екенін түсініп үлгерді ме? Міне айырмашылық осы жерде. Сен жақсы контент жасауың мүмкін, бірақ алғашқы секундтарда дұрыс көрсете алмасаң, көрермен оны байқамайды. Сондықтан бүгіннен бастап видеоларыңды басқа көзбен қара. Автор ретінде емес, көрермен ретінде қара. Сосын өзіңнен сұра. Мен осы видеода қалар ма едім? Егер жауабың күмәнді болса, көрерменнің де жауабы күмәнді болады. Ал егер сен өзіңді қызықтыра алсаң, басқа адамдарды да қызықтыра аласың. Сондықтан келесі видеода шығармай тұрып, обложкаңды тексер, тақырыбыңды тексер,
алғашқы 30 секундты тексер. Өйткені дәл осы жерде қаралымның тағдыры шешіледі. Егер видео пайдалы болса, лайк басып кет, ал пікірге жаз, сенің ойыңша YouTube'да ең маңыздысы қайсысы? Обложка ма, тақырып па, және немесе алғашқы 30 секунд па? Пікірлерді міндетті түрде оқимын. Келесі видеода кездескенше, Мәке влог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.